Дети по своей природе исследователи, поэтому неудивительно, что они хотят пробовать себя в науке еще в школе. Главное нам, взрослым, своевременно определить их способности, развивать их, создавать для них условия. В этом случае конкурс научных проектов – это отличная возможность продемонстрировать свои исследовательские навыки. Все проекты были интересными, потенциал у детей большой. Учащиеся 8-11 классов продемонстрировали, что они могут проводить исследовательскую работу, показали свои навыки глубокого анализа, системного мышления, полное владение материалом. И что отличает детей ниш, так это то, что они могут выступать уверенно и аргументированно перед аудиторией, управлять эмоциями, а также логически выстраивать содержание материала. Что хотелось бы пожелать? В дальнейшем хотелось бы видеть научные работы, все научные работы на более актуальные темы. Также желательно усилить научно-методологическую базу исследования и акцентировать на те методы исследования, которые будут способствовать раскрытию темы и получению ожидаемых результатов. В дальнейшем хотелось бы, конечно, им пожелать удачи и участия в конкурсах на международном уровне. Жоба құрған кезінде біз жаңа да идеяларды өзімізге алдық, және де соны алдағы уақытта дамытатын боламыз. Түрлі басқа да жобаларды көрдік, сонымен қатар басқа қалалардың ойында олардың ерекшеліктеріне назар аудардық. Сондай-ақ басқа қалалардан, басқа ништардан өзімізге жаңа достар таптық. Жобаларды қорғау уақытынан тыс түрлі таныстыру тренингтері, мастер-класстар, TEDx кештері мен спорттық эстафеталар өткізілуде. Мысалы, кешегі күні КБТУ университет аралап, сол оқу орны жайлы толық ақпарат білдік. Мұхиттық стимулятор, баламалы энергия туралы таныстырғандары бізге ұнады. Жалпы осы желілік сайыстың өткізілуі бізге ерекше әсер қалдыруда. Бірінші орында атағанда өзімізді қолда ұстай алмай қалдық та, эмоциямыз өте көп болды, қатты қуандық жіберді. Кең эмоциялар сол. Жалпы өзімізге сенімді болдық, өзіміздің жұмысымызға, жасаған еңбегімізге, жұмысымызға тұрғанмен естіген кезде әсер бөлекше екен. Бәсекелестік болды арамызда. Бірінші орынға талас дегендей. Біздің қондырғымыз, егер сіз алаш зиялыларының афоризмдерінің кімнің сөз екендігін дұрыс тапқан жағдайда ғана электр ток қуаты беріледі. Яғни сіз сол арқылы өзіңіздің гаджетіңізді немесе ұялы телефоныңызды қуаттай аласыз. Ал дұрыс емес тапқан жағдайда сізге ток жүрмейді. Жалпы бірінші орын алдық дегенде іштегі эмоцияларымызды жасыра алмадық. Себебі дода болған жерде жеңіс те бар, жеңіліс те бар. Сол себепті де қандай шешімді күтерімізді біз білмедік шын мәнінде. Бірақ та жаңағыдай орын иелері марапаттап жатқан кезде бір сенім пайда болды десек те болады. Сонымен біз бірінші орын алуымызға қуаныштымыз. Себебі әрбір еңбектің бір жемісі болғаны, ол нәтижелі болғаны, алдағы уақытта осы жұмысты жалғастыруға бір жарық береді, үміт сезімін
серпінін береді деген ойда. Осы жылы Ахмет Байтұрсынұлының ұлт ұстазының 150 жылдығы. Сол себептен мысалы ол Жангелдин ауданының тумасы. Ахмет Байтұрсынұлында да дәл осындай мәлімет келтірген, және де сонымен қатар видеоматериал бар. Яғни ақпараттық мәтінмен қатар видеоматериал бұл жеңілірек игеріледі әрбір оқушыға. Яғни видеоматериал толықтай қарап алғаннан кейін келесінде де ол өзінің бар болған 3 сұрақтан тұратын тесттік тапсырмаларды өтетін болады. Біз қазіргі таңда Жәңгір мектебінің сұлбасы жалпы ғимараты сақталмағасын, оны Майнкрафт ойыны желісінде оқушыларға және жалпы мұғалімдерге өзінің алдына виртуалды режимде көрсете алу үшін реконструкциялық өнімін Майнкрафт ойында жасадық. Және де Жәңгір мектебінің ерекше тұсы, Жәңгір мектебінің түлектерінің арасынан тұңғыштар атауын алған бірнеше тұлғалар шыққан. Мысалы, Қазақтан шыққан тұңғыш фотограф Шәңгерей Бөкеев, Қазақтан шыққан тұңғыш ғылым кандидаты Бақтыгерей Құлманов. Жалпы бұл проектке біз 2 айдай уақыт құрттық, және де қазіргі таңда біздің платформамызды көптеген волонтерлік ұйымдар өңірімізде апробациядан өткізіп жатыр. Мысалға бізде Қадам, Мейірім көпірі, сонымен қатар New Wave және де Балтық ұйымдары біздің платформамызда тестілеуден өткізіп жатыр. Және де қазіргі таңда осы сайттың артықшылықтары оларды соншалықты таңғалдыруда. Мобильді қосымшаның аты служба спасения, құтқару бекеті, evacuation. Біздің мобильді қосымшаның нақты мақсаты эвакуация барысын жеңілдету, сол арқылы адамдарға көмектесу уақытын жақсарту және де тағы басқа. Әсер өте тамаша, өте қуаныштымын. Бірінші орында хабарлаған кездегі эмоцияны сөзбен жеткізу мүлде қиын. Жалпы айтсақ, мақсатына жетсін десек те болады, бірақ та алдағы жоспардағы мақсаттарға жетуді жоспарлап жатырмыз.